Құрылыс салушы тарапынан өтінімді толтыру. Уәкілетті компания шақыруды жіберген кезде, көрсетілген құрылыс салушының электрондық поштасына өтінімді авторизациялау және толтыру үшін электрондық хаты келеді. Сілтеме бойынша өтіп, авторизациядан өту қажет. Әрі қарай, өтінімді толтыру мақсатында жеке бөлмеге өтеміз. Жеке бөлмеде кепілдік бойынша қызмет сұрау бөліміне өтеміз. Өткен сәтте қажетті өтінімді таңдап, қарындашты басуымыз қажет. Ашылған терезеде корпоративтік ақпарат кезеңінде құрылыс салушы туралы ақпарат блогындағы барлық міндетті жолдарды толтырыңыз. Келесі кезеңге өту үшін барлық өрістерді толтырып, әрі қарай батырмасын басыңыз. Корпоративтік құжаттама кезеңінде барлық көрсетілген құжаттар тізімін жүктеу қажет. Жүктеу сәтті болған жағдайда, жүктеу өрісінде жасыл құс белгі пайда болады. Қажетті құжаттарды жүктегеннен кейін, өтінімді электрондық цифрлық қолтаңбамен қою қажет. Қол қою барысында NCLR бағдарламасының қосылғандығына және электрондық цифрлық қолтаңба өтеу мерзіміне аса мән береміз. Өтініш беру сәтті аяқталды.